Менің ойымша, адамды табысқа жетелейтін ең бірінші адамгершілігі, еңбекқорлығы, өз ісіне деген адалдығы, менің ойымша. Егер өз ісіңді шынымен де сүйіп істесең, жүрегіңмен, жаныңмен, сонда ғана табысқа жетесің деп ойлаймын. Сіз өзіңізді бір сөзбен қалай айтар едіңіз, сипаттар едіңіз? Күйгелек, өте сезімтал, қызуқанды, өкінішке орай. Бізде қаншама талантты әншілер бар, бірақ көбісі өзінің материалын таба алмай жүр. Өздерінің бағын ашатын ән таба алмай жүр. Мен өз-өзіме ән жазатын болғандықтан, ол маған қатты проблема емес, бірақ та өзімнің әріптестеріме қараймын да, қандай керемет әншілер бар. Мысалға, олар енді араласып әңгімелесеміз ғой, сол кезде айтатындар көбісі: Жанар, ән жазып берші дейді кейбір достарым. Көбісі өздеріне лайықты ән таба алмай жатыр. Сол проблема деп ойлаймын. Негізі мен үйде шығарған, диктофонымда жазылған көп әндер, әртүрлі тақырыптарға байланысты. Бірақ та енді білмеймін, қазір жастардың қалауы шығар, талабы шығар, көбінесе махаббат әндері жарыққа шығады, аранжировка жасалады оларға, клип түсіріледі. Бірақ та жақында мен, Құдай қаласа, жаңа әнім шығады, ол махаббат туралы емес. Ол әр адамның рухын көтеретін, позитивке шақыратын, депрессиядан алып шығатын әндердің бірі болады деп сенемін. Сіз қазір киноға түсіп жүрсіз, сіз қазір басымырақ актриса ретінде басымырақсыз ба, әлде әнші ретінде? Негізі көбісі маған айтады: сен қазір актриса болып кеткенсің ба деп. Мен оларға жауап беремін. Жауабым бір: мен негізі мамандығым бойынша актрисамын. Өйткені Мәскеу қаласында актерлықты бітіргем, 4 жыл оқып. Ал әнді болса 5 жасымнан бастап өзім айтып келе жатырмын, бірақ та мамандығым актриса. Сондықтан да оған ешқандай таңғалудың қажеті жоқ. Мен актерлық өнерімді де әрі қарай жалғастырамын, екеуін де бірге алып жүремін, Құдай қаласа. Балалық кезден орындалмай жүрген бір арманыңыз бар ма? Иә, балалық кезден арманым ол Майкл Джексонмен кездесіп, сол кісіге жазған әндерімді сыйлау еді. Бірақ та ол кісі, өздеріңіз білесіздер, қазір о дүниеде, сондықтан да ол арманым ешқашанда орындалмайды. Өйткені мен кішкентай кезімнен бастап 10-20 шақты өлеңдерді сол кісіге арнап жазғам өзім.